біздің үй сыйлайын деп жатқанымызды қайдан білсін. Бисмилля. Ассаламу алейкум. Қал жағдайыңызды білейін деп келіп жатқан жайымыз бар. Мені таныдыңыз ба? Иә, Нұрлан Әлімжан. Әлия, өте қуаныштымыз өзіңізбен танысқанымызға. 3 балапан ғой сізде? 3. Мына үйді сіздер қалай, бұл жалдамалы үй ма? Жалдамалы. Мына бір жағымыз гараж, жанында эстогон, машина жөндейтін. Қанша болды тұрып жатқандарыңызға мына үйде? 10 шақты жылдай болып қалды. 10 шақты жыл өшір тұрып жатсыздар ма? Өзім жалпы асқазан бойынша неде учетта тұрым. Батыр, қай класста оқисың сен? 8. Кім болғың келеді өскенде? Физрук маман. Физрук. Спортқа барғың келе ме? Коррекционный мектепте оқиды бұл қыз. Умственно отсталыс дейді. Сіз армандар орындалатынына сенесіз бе жалпы? Шынымды айтсам, анық сенбеймін. Сенбейсіз бе? Бұлт артынан күн шығады деген әдемі сөз бар. Осы күнге дейін бұлт болса, бүгінгі міне күн жарқырап тұр Астанада. Бүгінгі күн сіздердің үйлеріңізге, шаңырақтарыңызға жақсы Алланың сәулесі, нұры түсті. Дәл осы сағаттан бастап сіздердің жеке баспаналарыңыз бар. Мінекей, бүгіннен бастап сіздерді үй Астанада, Құдай қаласа, мінекей. Мұңымды жақсам ұғарма, мені көк теңіз. Жанымсың. Теңіз ұқсап асылар, мекен өкпеме. Құдай қаласа, қазір барамыз, жақсы тілегімізді айтып. Біз неге сонша күйер? Болды, енді еңсеңді көтер. Инстаграм желілерде көріп жүрген кезде сен кірмейтін, бәлкім не шығар, жаңағыдай жасанды видео шығар, бәлкім туыстары шығар деп. Осындай нәрсе шын екеніне енді көзім жетіп жатыр. Аялаған аяулы, аппақ құсым-ау, саялаған жанымдай, тәп-тәттісің-ау, арайланған жап-жарық, жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Иә. Сен кірмейтін, аяқтарымды білдіп көр. Харекет қорының 200 күнде 200 баспанатты ғажап жобасы жүріп жатыр. Харекет қорын қолдайық, бір болайық, мың болайық. Харекет, халықтың қоры.